Бүгін мен де сіздермен өздеріңіз білетіндей екі құрбының 3 сериясы, бұл 4 сериясы или 3 сериясынан тоқтайды. Бастамай жатып маған не істеу керектігін білесіздер. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Әсіресе сенің апайға сөйлеп тастағаның ұнады. Рахмет. Жарайды, мен үйіме кірейінші. Пока. Мен сабақтан шаршап кеттім ше. Қазір не істесем болады? Серуенге келейін ба? Көремін қазір. Киімді ауыстырайыншы тез. Қарным ашып тұр ше. Кішкене тамақ ішіп алмасам. Сосын бар ғой. Сымбатты шақырып бір кішкене серуен деп алмасам. Бүгін не жесем болады? Қарным қатты ашып тұр ше. Осыны істей салайыншы. Өзі сымбат шығам екен, не істеп жатыр екен ол. Ал маған ас болсын. Дәмдісін-ай. Все болды, тойдым. Енді барып кішкене отыра тұрайын. Бірін сабақта бір жыныма тиіп кетті ғой тура. Ана апайда бір неге ауыспайды, ұрса береді. Еще кітап алып келмегенге ұрсады ғой. Кітап не үшін керек осы? Мен не кисем болады бүгін? Вообще мен қарным ашып тұр ше. Бірақ не пісіра алмаймын қойдым. Көрейін. Әйтеуір осы келеді, осын пісіра салайыншы. Инстаграмда не жаңалық болып жатыр екен, көрейінші. Сіз жеп алайын да. Жұмыс кетті, не істесем болады? Кеттім, мен Сымбатқа звондап көрем. Алло, Сымбат. Алло, не болды? Далаға шығып келейік па, серуендеп кішкене? Я, әрине келсем. Жарайды, мен қазір сен жаққа бара берем. Аха. Бір күшті бір қарап атқанда, жарайды, енді барып киінейін. Бүгін әдемі болып шығым керек та. Что бәрі таңғал қалатындай. Боянып алайын. Әдемі болып қалдым ғой тура. Енді барайын. Оқыт қалған шығар мен. Тез шықпайсың ба? Тура бір 1000 сағат киіндің ба? Ой, кешір. Просто киім таңдай алмай қалдың ба? Итак адам өз жыным кеп тұрғанда. Үйбай, не болды сан соншама? Енді өзің ғой, 1000 сағат киінген. Айтсай, дос болғысың, дос болғым келмейді деп айтсай. Шықпай-ақта қойдың кетші бар. Үйбай, шыны ма? Өзім ақ шығам, кеттім. Немене, жалындырып алады да бір. Енді достасайын. Қош бірақ өзі ғой. Бірінші бастаған. Нервыма тиіп тұр. Өзім ақ шығам, далаға кеттім. Мына қыза келіп апты ғой, нервқа тиіп бар ғой. Немене аңдып жүр ма? Мән аяқты өзгеріп тастапты ғой. Күшті. Нервыма тиіп тұрған қараш. Не үшін кеп алдың артымнан, еріп жүрсің ба? Үйбай, сен артымнан еріп мен не істеймін? Білмеймін ғой, артымнан еріп жүрсің. Кетші ора. Жынды оқыған ба? Бір ай өткен соң. Вообще үйде отырып жынды болып кететін шығармын мен.
қызықсыз бұл кетші. Туаны сымбатпен де босқа ұшыстым. Бірақ өзі бастады ғой өшке. Мен құр отырмай, тикток түсіріп бастайын. Той үйде отырып ішіміз кетші. Не істесем болады? Ой, мынау ару емес па? Мә, тиктокқа түсіп жүр маған не? Маған десе өзімде түсіре алам. Кеттім, лампам қайда, сатып алайыншы. Мә, күшті шықты ше. Ең осы сымбат қой. Бұл қыз немене менен қайталап жүр? Жыныма тиіп. Шамын комментарияға жазып самасам. Туна ару немене маған жаман пікірлер жазып жатыр, нервқа тиіп. Той, мен қызғанып жатырма бәшем. Мені көре алмайтын шығар, может. Бірақ мен одан қайталадым ғой. Наға кешірім сұрасам не болады екен? Ол жоқ, ішім пысты. Не істесем болады енді? Жарайды. Өзім білем ғой. Кеттім, тағы тикток түсіре берейін. Так, тағы тиктокқа енді мен киім таңдап алайын. Мынаны кисем екен, қандай пок? Мынаны кисем екен. Қайсын кисем болады? Мынаны ма? Мынау әдемі сияқты. Ой, қош, бірақ мынау әдемі. Так, мен тиктокқа салайын ба? Қазір. Сәлем достар, мен қай киімді кисем болады? Комментке жазып кетіңіздер. Мынау ма? Так, болды, мыналарды бүкти салайын. Так, монтаждау керек, мынаны көрейін. Мәнің киімі күшті ғой. Той, мен де сондай киім алғым келеді. Комментарияға жазайын ба басқа контпен? Қош, бірақ не істеймін оған жазып? Мен де соны түсірейін ба? Так, түсіре салайын, может, лайк жиналатын шығарым. Боянып кеттім, сөйтейін. Достар, 3 сериясын ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. 4 сериясын күтіңіздер, 4 сериясы соңғы болады. Не болады деп ойлайсыздар, комментке жазып кетіңіздер. Сонымен біздің серия бітті. Всем пока.